Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ауылға барамын. Бүгінгі сабақта баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсінесің. Мұғалімнің қолдауымен үлгі бойынша жай сөйлемдегі сөз тіркестерінің байланысын түсінесің және сақтайсың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Шарбақ, шатыр. Мен ауылда тұрамын, сен ауылда тұрасың, сіз ауылда тұрасыз, ол ауылда тұрады, атам ауылда тұрады. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Тыңда, қайтала, оқы. Менің атам мен әжем бар. Атам мен әжем ауылда тұрады. Атамның үйі үлкен. Мынау шарбақ. Шарбақ көк. Мен демалыста ауылға барамын. Атам мен әжеме көмектесемін. Маған ауыл ұнайды. Бірінші тапсырма. Суреттерге қарап, сөйлемдерді толықтырып жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Сөйлемдерді толықтырып болсақ, жауабымызды бірге тексерейік. Атамның үйі үлкен. Мынау шарбақ. Шарбақ көк. Әжем дүкенге барады. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Екінші тапсырма. Әріптерден сөз құра. Оқушылар, іске сәт. Әріптерден сөз құрап болсақ, біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Шарбақ, шатыр, бақша, бақ, тал, таза, ата, батыр, тарақ, ақша, шар және тағы басқалары. Оқушылар, сендердің де жұмыстарың сәтті шыққанына сенімдімін. Үшінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Көп нүктенің орнына қандай қосымшаларды қойып жаздық? Бірге тексерейік. Менің атам мен әжем бар. Менің атам ауылда тұрады. Атамның үйі үлкен. Мына шарбақтың түсі қызыл. Әжем дүкенге барады. Мен атама көмектесемін. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Диалогты толықтырыңдар. Сен қайда тұрасың? Ауылда ма, қалада ма? Ауылда кім тұрады? Саған ауыл ұнай ма? Әлде қала ұнай ма? Сен ауылда, қалада не істейсің? Сен атаң мен әжеңе көмектесесің бе? Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Диалогты толықтырып болсақ, біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Мен қалада тұрамын. Ауылда атам мен әжем тұрады. Маған ауыл ұнайды. Қала да ұнайды. Мен қалада мектепке барамын, сабақ оқимын. Мен ауылда атам мен әжеме көмектесемін. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың сәтті шықты деген ойдамын. Жаттайық. Оқушылар, Қадыр Мырзалиннің өлеңін бірге оқып жаттайық. Күнтізбе парағын ақтарып қарадым. Демалыс кезінде ауылға барамын. Алақай, алақай.
Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта не үйрендік? Баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсіндің. Мұғалімнің қолдауымен үлгі бойынша жай сөйлемдегі сөз тіркестерінің байланысын түсіндің. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге бүгінгі сабақтың барлық тапсырмасы түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 123 беттегі 5-ші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Берілген сөздерді қатыстырып, бірнеше сөйлем құрап жаз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.